And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we had, the love we shared, this is what. Ассалаумалейкум достар, бүгін бізде Hyundai Grandeur көреміз. Я достар, Hyundai Grandeur'дың шамалы қысқаша тарихына көз жүгіртетін болсақ, бұл Hyundai Grandeur, бұл көбісі біле бермейді бұл көлікті. Бұл көлік негізі 1986 жылы бірінші нұсқа шыққан екен. Бірінші нұсқа шыққан, ол яғни 1992 жылы тоқтағанда 1992 жылы екінші нұсқа шыққан. Үшінші нұсқасы 1998-ден басталады, төртінші нұсқасы 2005-тен 2011 аралығында. Бүгін бізде міне яғни 5-ші нұсқасы, бұл 2011 жылы шығып 2016 жылы тоқтаған. Одан кейін қазір 6-ші нұсқасы ғана, 7-ші нұсқасы әлі шыққан жоқ. Демек, әзірге бұл көлік жаңа деп есептеуге болады. Енді қарап отырсақ, бұл көлікке келетін болсақ, бұл жерде диск 17-ші диск тұр, яғни бұл комплектация, толық комплектация емес, бұл көлік ортаңғы комплектация. Ең төмен комплектациясында осы 17-ші дискпен тұрады, одан кейін ортаңғы комплектациясында 18, ең толық комплектациясында бұл жерде 19-ші дискпен болады. Бұл жерде 17 дискі негізі неғұрлым үлкейген сайын әдемі көрінеді, бірақ оның өзінің де жаңа кемшіліктері болады. Осындай дизайнмен көріп отырсаңыздар. Енді бұның жаңағы 4-ші нұсқасына келетін болсақ, бұл 5-ші нұсқасы 4-ші нұсқасына қарағанда әлде қайда бұл Grandeur үлкейіп алған. Я достар, міне енді көріп отырғандарыңызда артық бөліктеріне келетін болсақ, мына жерде оптикалары өте үлкен, әдемі орналасқан. Көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде V6 3 литр жазуымен. Бұл жерде бәсендеткіш әдемі заманауи шынайы. Неге шынайы деп жатырмын? Өйткені жаңағы 12-13 миллион тұратын көліктерде жаңағы бұндай E-классы емес. Жаңа көбіне кроссоверлерді айтып жатырмын, бәсендеткіші осындай пластмастар ғана тұрады, тек әдемілік үшін ғана тұрады, ал бұл көлікте шынайы тұр екен. Бұл плюс парктрониктары, 4 парктронигі, одан кейін багажын ашып көрсетейін. Багаж ашылады, кілтпен ашылады, бірақ қазір кілтпен ашылмай тұр. Аштық. Неге толығымен ашылмайды? Бұл E-классы ғой дегенмен де. Толығымен ашылу керек бұл жерде. Қолыңызда жүк бар, келдіңіз, кілтпен аша салдыңыз, қалтаңызда ыңғайлы жерде тұрып бастыңыз. Бұл көлік ашылды, қолыңызда жүкті қоясыз ба, қайтадан бірдеңеге ашасыз. Негізі толығымен ашылғанда бұл жақсы болатын еді. Бұл көлікке минус E-классына. Ал енді багажына келетін болсақ, бұл жерде багажы 520 литрдей, көлемі 520 литрдей. Тағы көрсететін болсам, бұл жерде запас дөңгелегі де бар. Заттар салып қоюға да бәріне де өте жақсы үлкен екен. Зауыттағы шумкасы жақсы. Бұл жерде, мына жерде ұзын көлем жүктерді салатын болсаңыздар, егерде мына бір тартпасын тартып қалсаңыз, алдыңғы артқы орындықты құлатып, ұзын өлшем жүктерді салуға болады. Өте ыңғайлы екен. Жауап. Енді алдыңғы көліктің басты жүрегін көрсетейік. Ашып, қанша аттың күші бар, қандай жағармай тұтынады екен бұл көлік. Келетін болсақ, астыңғы бөлігінде тартпасын тартып, алдыңғы капотты ашып көрсетейік.
Бұл жерде 2 классы, бизнес класс, содан кейінде газовый пар тұру керек. Бұл жерде V6 3 литр қозғалтқышымен, бұл жерде тағы да 2-де 4 қозғалтқыш литрмен болады. 3 литр бұл жерде 250 аттың күші, ал 2-де 5 литрде ол жерде 180 аттың күші, яғни 70 атқа айырмашылық бар. Енді айта кетейін тағы бір осы класстағы көліктерден Lexus S көлігі салыстыратын болсақ, S көлігімен ол жерде білмеймін енді әр көліктің стилі ма, өздерінің бағыттары ма, капотты ашқан кезде ол жерде барлығы өзінің жаңағы қақпақтарымен жабық әдемі болып көрініп тұрады. Бұл көлікке де неге істемеске? Бұл көлікке де істесе де сонда артық болмас еді. Айтпақшы, капот жабылған кезде Камридік жаңағындай қаналтыр сияқты жабылады да, өте сондай бір. Бұл жерде темірі жақсы қалың екен. Сосын тағы бір айта кететін жайт, бұл көлік тағы Camry 50-55 көліктерінде айтатын болсақ, бұл осы отырғыштың бір осындай боковойлар дейік енді. Осы жерлері көбіне жарылып кетіп жатады Camry'ларды 80-90 мыңға жеткен кезде. Неге? Демек, өте нашар ол жерде качество. Бұл жерде оларда осылай чехолсыз жүрсе жарылып кетеді. Бұл көлікте осылай чехол салынбаған екен, әлде де жарылмаған екен. Рөліне келетін болсақ, рөл шамалы аздап тозған. Әрине 113 мың шақырымда тозуға міндетті. Я достар, бұл седан ішіне отырдық, үлкен седан екен. Бұл жерде старт-стоп. Осылай тормозды басып, көлікті оталдыра саласыздар. Тежегішті басып, яғни көлікте рөлде бассы адам ыңғайлылық керек қой. Отырған кезде жүргізушіге рөлде алға, артқа, жоғары, төмен реттеуге болады екен. Сосын мына жерде қарап отырсаңыздар, орындықты реттейтін бар екен. Бұл жерде Мерседестік не ұқсатып шығарған екен. Мерседестік не келеді екен. Орындықтың жадылары бірінші адам, екінші адам. Енді көптеген көліктерде бар ғой, E классында. Жалпы комфорт. Бұл жерде қорапқа келетін болсақ, қорап 6 сатылы автомат. 6 сатылы автомат екен қорабы. Бұл жерде мына бір қалталарында жақсы орналастырылған екен қалталары. Бұл жерде анау алькантара сияқтымен қаптап қойған екен материалмен. Әртүрлі ұсақ тиындарды, заттарды салып қойғанда ешқандай пластмастың сықырлаған ондай дауыстары шықпайды. Тағы бір жайт, бұл жерде енді өте ұнағаны ручник батырмамен тартып қойдыңыз. Автомат түрде мені тартып қоя салдыңыз. Драйвқа салып жүріп немесе артқа шегінген кезде автоматты түрде өзі ағытылып қалады бұл көліктің. Тағы да жалпына кезде қалталары бар, өте үлкен. Бұл жерде тағы немен қапталған екен, алькантара сияқтымен. Бұл өте дауысты жақсы, өте ешқандай бүкіл заттарды сала бересіз, ешқандай да дауыс шығармайды. Бардачокқа келетін болсақ, бардачок да өте жақсы, бірақ қатты үлкен деп ойлаймын, үлкен емес екен. Тағы бір бастысы нәрсе, бұл жерде музыка. Өзім негізі осындай музыкаға, көбіне осы колонкаларға көп өте қатты көңіл бөлем. Әуен жаңағы музыканың шығуына, бүкіл дауыстарына. Бұл жерде Infinity тұр екен, оны тексеріп көретін боламыз. Өте қатты жақсы бір жағымды дауыспен, өте бір сапалы дауыс шығады деген ойдамын. Өте көлік жұмсақ, қалаға арналған көлік қой, былайша асты төмен. Артқы бөлігінде менің бойым 1,75. Міне, осылай төбемде қатты тимей, өте ыңғайлы отырмын. Міне, ең бастысы көп көліктерде осындай бір проблема осы. Тізе сыймай қалады, көбіне осылай тізе тіреліп қалады. Өте жақсы. Менде екі жігітке мен сияқты өте бір жайлы қысылмай отыруға болады. Ал егер 3 адам отыратын болса да, бір жақсы жаймен отыруға болады. Және де қол қойғышты көрсетейін. Кез келген екі сусыңызды қойып жолда
осылай емін-еркін отыра бересіз. Емін-еркін отыра бересіз. Артқы жағында мынау штор бар. Штор қазір көрсететін болам. Бұл да реттеледі, жиналады. Осылай жиналады және де орнына қайта келеді. Өте ыңғайлы. Осы әрбір көліктің өзінің кез келген жанкүйерлері болады ғой. Бүгін міне осы көліктің иесіне бірер сұрақтар қояйық. Жалпы Ернұр неге өзің Hyundai таңдадың? Неге Toyota емес, неге Nissan емес, неге Lexus емес осы класстағы үлкен седандардан, бизнес класстардан? Негізде ең біріншісі ол қаражат деп ойлаймын. Бізде өз бар жаңа көлік алуға жиналған суммамыз жалпы 7 миллиондай теңге болған. Бұл 2013 жылы. Өзде доллардың курсы да төмен болды, машинелер арзан болды. Сол кезде өз машинелерді іздеп салондарға барған болатын. Сонда Toyota салонында онда основной жалпы ең көп алатын маркасы ол Camry. Бірақ Camry'ді машине дизайн жағына бәрінен ұнады, бірақ бұндай машине көрінген жерде кездесек, әрбір поворотта, әрбір бұрылыста, әрбір бұрышта бәрі мінеді, қазақтың қанына сіңген. Иә, біз инкубатор дейді ғой, орыстар айтқанда, сол сияқты арасына слиять етіліп кетеміз да. Сондықтан басқа көліктерді де қарап шығып, сонда Hyundai салонына кірген болатын. Біз Hyundai'да көбінесе акцент, Elantra модельдерін білеміз, бірақ мен Grandeur моделін осы сонда көрген болатын, және де ол машине дизайнымен, түрімен сол 2013 жылы өте қатты ұнады. Неге мысалға осы біз айта кетейін, мысалы Camry бұл E-класс ғой, Camry D-классына жатады. Мысалы Camry'дің 3.5 литрмен толық комплектациясымен салыстыруға келе ме? Әрине енді 3.5 болған қарағанда жылдамырақ болады ғой, комфорт жағына келетін болсақ. Комфорт жағынан келетін болсақ, шумоизоляция жағынан Camry кішкене аздап нашарлау болады мүмкіне қарағанда. Жалпы қатты разница жоқ деп ойлаймын. Ал неге Nissan Tiana неге таңдамасқа? Nissan Tiana салонына барған болатынбыз. Онда коробкасы вариатор екен. Сол үшін көбісі қашады. Бұл жерде 6 сатылы автоматпен вариатормен көбісі қашады. Соны сен де қаштың ғой вариатордан. Вариатордың қашу себебі ол вариатор одноразовый коробка саналады. Егер ол бұзылатын болса, оны жөндеу, өте қымбатқа түседі, және оның екінің бірі жөндей алмайды. Және де ол өте нәзік коробкалардың бірі. Вариатор. Сол себепті оны қашқан болатынбыз. Мысалға өзім байқадым ба, мен осы негізі Camry'ді өз басым негізі Camry жақсы көретінмін. Бірақ көбіне байқадым ба, бағана айтып өттім ғой, айтып өткенде осы орындықтардың оң жақ жақтаулар бар ғой отыратын, осылай сен сияқты чехолсыз жүретіндердің көбіне орындықтары жарылып кетіп жатыр, соны өзім байқадым ба. Мысалы осы көлікте мен байқадым жаңа 113 000 км пробегте уже бұлғарысы ешқандай жарылмаған. Бұның бұлғарысы өте жақсы материалдардан жасалған, және бұны жалғыз Toyota емес, бұның несін бұлғарысын меніңше премиум автомобильдермен де салыстыруға болады. Lexus, Mercedes, BMW солардың кем емес. Мен білмеймін, бірақ өз басым Lexus бұлғарысын қатты бір жақсы деп айта алмаймын. Көбіне неміс көліктерінің бұлғарысы өте керемет болады. Неміс көліктерінің. Ернұр, негізі осы жерде жалпы айта кететін болса, осы E-класстарында бизнес класс болғаннан кейін, негізі менің ойымша көлік артқы приводпен болу керек. Бұл жерде алдыңғы приводпен ғой. Негізі артқы приводпен көбіне спорттық көліктерде және де жаңағы бизнес класстардың көбісінде артқы приводпен ғой. Неге бұл жерде артқы привод, алдыңғы привод таңдадым? Негізі менің ойымша E-класс болғаннан кейін артқы привод немесе толық привод болған дұрыс деп ойлаймын. Дұрыс дейтінен өз ойым. Расымен деп былай қарап отырсам, артқы привод көбінесе светофордан разгон алғанда, жаз мезгілдер уақыттарында светофор өте жылдам қозғалады.
және де анда-санда дрифт жасауға. Дрифт бұл минус бізге уже. Мен өзім қыс бойы жаңағындай көліктермен жаңағы алдыңғы привод болса да көбіне ручник тарта беремін, бірақ негізі артқы привод көліктерді негізі өзім өз басым алғым келіп жүр. Артқы приводпен өйткені жаңағы қыста көбісі жаңағы Mark 2-ні көбісі таңдап жатады ғой артқы приводтармен, ескі болса да мықты деп. Бірақ алыс жол неге көбінесе алдыңғы привод меніңше қауіпсіздеу деп ойлаймын. Енді бұл көлік негізі әрбір кез келген техникалық қызмет көрсету орталығында жөндей бере ала ма бұл көлікті? Арнайы керек пе бұл көлікке техникалық қызмет көрсету? Мүлдем жоқ. Әрбір жеңіл бюджеттік автомобильдер сияқты обслуживаниясы өте оңай қызмет көрсетуі. Мысалы, майыр бастағанда да майын ағызатын болсақ, онда картер алып керек жоқ, арнайы орны тұр, болтқа ағытуға. Фильтрді қиын жерге орналастырмаған, фильтр өте оңай жерде тұр, өте оңай обслуживаниясы бар. Және кейбір саймандары, осы 6-шы поколениедағы Sonata бар ғой, соның запчастары келеді, ходовой частьтар. Түсінікті. Енді бұл көліктің жалпы өзің 2013-тен бері айдап жүрсің ғой, енді қандай минустары бар, минустарын және плюстарын айтайыншы, бірінші минусынан басташы, қандай минустар бар бұл көліктің? Ең бірінші минусы. Бұл көліктер бар, өте аз ғой ең бірінші минусы. Жаңағы қосымша бөлшектерде тек тапсырыспен ғана. Көбінесе кузовной запчастьтар, автобөлшектер мүлдем Қарағандыдан, мүлдем Қазақстан бойынша табу өте қиын. Көбінесе саймандары ходовой жағынан өте көрінген жерде кездеседі, нелері кузовтан только заказға. Тапсырыспен ғана. Ал минустарын айтатын болсақ, кемшіліктерін ұмытып қалыппын, білмеймін да. Бұл көлік мен өзім жаңағы колесодан қарадым, Қазақстан бойынша, қазір сатылымда тұрған Қазақстан бойынша, Қазақстанда тіркелмегендер де бар, бірақ тіркелгендері жалпы 44-ақ көлік. 44-ақ көлік мен кеше қарап едім. Қазақтарда бір менталитет бар, қазақ не тебеді, қазақ Камри тебеді. Сол себепті де болады. Ол ертеңгі сол Камриді алатын болсан, ең басты плюсы Камридің. Қосымша бөлшектер тез табылады. Және де вторичкада тез өтеді. Егер машинені сататын болсақ, ыстық нан сияқты, оны телефон тоқтамайды ғой объявлениеде, постоянно бірінің артынан бірі звондап. Ал егер мына машинені объявление қоятын болсақ, онда нақты осы көрген, ұнатқан, таныстарынан білетін адамдар болмаса, былай ешкім біле қоймайды бұл машинені. Сол үшін түсіріп жатырмыз ғой. Бірақ мен негізі өз басыма, негізі Камри ұнайды өз басыма. Жаңағы бүкіліне келетін болсақ, бірақ ол көліктер Ресейден жиналғаннан кейін маған бір қатты ұнай қоймайды, өйткені қарап отырсақ, Ресеймен және де жаңағы Жапонияда жиналған, Еуропаға арнап, ол көліктерде жаңағындай артықшылық болады бәрібір. Өйткені мен қарап отырсам, жаңағы 6 миллион тұрса, бір 2012-13 жылғы Камрилар 2.5-пен 6 миллиондай тұратын болса, үстінен бір 2 миллиондайға қымбат болады екен, жаңағы таза жапондығы. Еуропаға арнап шығарылған разницасы болады екен. Көбіне. Адамдардың несі рабочий силасын, құнына байланысты да, және жұмыс істеуіне байланысты бәрі қымбат қой, әрине. Алып келу де қиын ғой. Міне пробегін көріп отырсақ 113.848 екен. Бұл көлік жалпы құжаты бойынша қала ішіне 12.5, 13.5 литр жеу керек екен. Жанармайды. Сұйық отын тұтыну керек. Ал негізі ол басты оған байланысты емес қой, басты сол жүріске байланысты, қалай жүресіз, қалай қозғаласыз, соның бәріне де әсер етеді ғой. Мысалға өзің қаланың ішінде қозғалған кезде 100 шақырымға қанша жейді, тек қаланың ішінде ғана? Қысқы мезгіл. Қысқы мезгіл. Литр. Жылытуымен 17, қаланың ішіне 17 литр кетіп қалады. Ал жаз мезгілдерінде 16-15 қаланың ішіне. Бірақ егер де трассаға алыс жолға шығатын болсаңыз, онда 120-110 шақырыммен километр сағатын алып отыратын болсаңыз, онда қанша 8,5-8 литр. Жемейді екен, Мысалға, осылардың 3.5 және де 3 литрмен, жаңа 2.5 литрмен бар ғой? 2.4. 2.4.
разницасы шамал ғана болады ғой, өйткені неғұрлым шанақ ауыр болған сайын, жаңағындай бұл күш көп керек қой, шанақ ауыр болған сайын 2-4 жаңағындай күшке салып тартқаннан кейін расходы бір болады ғой, жанармай жағу. 3 литр жеңіл тартады. Енді 70 атқа күші көп болып тұр ғой. Бұл жерде айырмашылығы меніңше только налог. 3 литрмен налог қанша қазір? 24-нен аса, 30-24 арасылығында, ал 2-4-нен уже арзанда болады. Сонда ғана, бірақ негізі бәрі 2-4-ке қараған кезде 3 литр меніңше бәрі жақсы сияқты, өйткені үлкен седан болғаннан кейін, бәрі расходы бірдей болғаннан кейін, жанармай тұтыну бірдей болған дұрыс сияқты. Негіз бұл көлікке 95-ші бензин құйылуға міндетті, бірақ 92-де құйып жүре береміз. Ең басында салоннан алған кезде 50 000 километр деймін. Бензин қымбаттамас кезінде. 95 сол кезде 148, 137 бағасында болатын. Сол кезде 95 мен жүрді, бірақ кейіннен 92 жанармайына ауысып кеттік. Бірақ қатты разница, айырмашылық бар деп айтпаймын. Бірақ та 75 000 километр жүргеннен кейін осы алыс жолға шыққан Балқаш жағына жолда жүріп келе жатып машина бірден оборотын жоғалтты. Разгон 40-тан артық алмайды. Не себеп? Ешкім білмеді. Автомер өздерінің официалдары Hyundai центрдің. Сонда алып бардық, былай қарады, не себеп екенін таба алмады. Двигательді тексер деген не шығып тұрады ғой? Ошибка шыққан жоқ. Компьютер бәрі дұрыс. Сон басқа адамдармен сөйлесіп, интернеттегі видеоларды көріп сөйтсе, бұның несі глушитель бітеліп қалған катализатор. Сол меніңше ол жанармайдың кесірі деп ойлаймын. Түсінікті. Бірақ орнына катализатор салуға керек болған жоқ, орнына пламегаситель деген бар. Жұмысымен барлығым 35 000 теңге, сондай ғана жобамен кетті. Түсінікті. Бұл көлік 2013-те алдың ғой, салонда тұрған кезде теңге, ол жерде бізде көбіне жаңағы доллармен тұрды ғой бұл көлік. Сол кезде қанша мың доллар тұрды бұл көлік? Теңгемен қанша болды сол кезде? Теңгемен 6 миллион 920 мың ба, сондай болды теңгемен. Доллар бізде арзан болды. 181 бәле ма, 190 да, сол уақытта. Доллармен санағанда 44 800 доллар болды ғой. Егер сол калькулятормен назып есептейтін болсақ, білуге болады қанша, точносын 180 ба, 150 ма, соның жобасында болды. Бұл көліктер жаңағындай енді 6 миллион 900, қазір көлік қымбаттап кетті ғой бізде. Бұл көлік әзірге өзінің қатты бағасын түсірген жоқ, жоғалтқан жоқ. Көп көліктер қымбаттап кетіп жатса, бұл көлік жай өзінікін ғана ұстап қалып, көтерілген жоқ, түскен жоқ. 2015-тен уже доллардың құны көтерілді, мәшинелердің бағасы да көтерілді. Сонда 2015-2016 жылғы осындай Hyundai Grandeur-лар бәрінің салонда тұрған, бағасы 12,5 миллион, 13 миллион теңгеге де тұрды бағалар. Тағы бір айтып кететін жайт, мына жерде бардачокта көріп отырсақ, бағана түсірбем, бұл жерде жаңағы жазғы мезгілдерде көбінде сусындарын салқындатып қоюға болады екен. Бұл жерде қалай сонда не ма? Кондиционер арқылы жұмыс істейді ғой? Кондиционер арқылы жұмыс істейді. Кондиционерді қосатын болсаңыз жаз мезгілдерінде мына жерде арнайы өз несі бар, крайнигі бар. Соны ашып қоясыз. Нердегі тұрған су кондиционердің салқындығымен суып тұрады. Қатты суытпайды, бірақ енді өз температурасын сақтайды деп болады, салқын су қойып қойсаңыз. Өте жақсы күн ыстық мезгілдерінде. Жалпы бұл жерде толық комплектация емес, тағы айтып кетейін дегенім, бұл жерде толық комплектацияда экран тұрады ғой, мына жерде үлкен экран. Бұл жерде тек қана батырмалармен ғана тұрады, үлкен экранмен тұрады. Үлкен экран және де төбедегі панорамдық криша. Бұл негізі көбіне қазір заманауи көліктерде көбіне уже жаңағындай немен кетіп жатады ғой, сенсорлы экранмен. Бұл жерде де артық болмаса еді сол тұрған, өйткені артқы камерасы қосылады, сол да бір өте жақсы. Сосын тағы бір айта кетеді, мына жерде көлікті артқа шегінген бетте маған ұнағаны екі айнасы артқа түседі екен, артқа ырға салған кезде көлік артқа штор түседі, және де көліктің айнасы артқа қарай шалқаяды екен. Артын көрсету үшін мына тағы да бір саламыз. Артқа шегінген бетте артқа
Мей жатыр, шеге жатыр ма, барлығын көрсетеді екен. Основной жалпы негізі бордюрға не істегенде Артқа шегін зіріп кетпеш үшін. Бордюрды көріп тұрасыз. Жерде не бар екен. Бұл жерде датчик бар ғой дейм, алдыңғы терезеде. Жаңбыр жауған кезде өзі автомат түрде қосылып кетеді. Жалпы көлік ұнады. Достар, осындай бүгінгі үлкен седанды түсірдік, бизнес класты. Бірақ тағы бір минусын айтайын, достар. Сол уақытта бұл көліктерді Ксенон деген енден шығып жатты. Енден шығып жатқан кезі ғой, неге толығымен астына бәріне шығармаған Туманикқа, бұл жерде ближнеға ғана да, дальнеға тоже жай сары түс, бұлайша құртып тұр түсін. Ол үшін қазір бізде LED деген шамдар бар. Ксенон негізі бөлек салатын болсаңыз заңға қайшы ғой негізі. LED салбасаңыз Ксеноннан артық болмаса кем болмайды. Сондай ұнамаған. Артқы оптикасы да өте жақсы жанады екен. Көрейік артқы оптикаларын. Үлкен оптика негізі көбіне осы оптикаларды жаңғанда, түнде жаңғанда әдемі көрінеді. Түнде бізде уақыт болмағандықтан қазір көрсетейік. Достар, бүгінгі осындай біздің тест-драйвымыз аяқталды. Әлде де қызықты видеолар болады. Сондықтан да каналға жазылып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Әзірге көріскенше.